Ассалаумағалейкум, бисмилля деп видеомызды бастайық. Бүгінгі видеода осы сандықты губка салып материалмен қаптайтын боламын. Мінекей материалдардың бәрін әкеп берді. Екі поролон алдым, 1 сантиметрлік. Енді осы поролонды сандыққа желімдеу керекпіз. Оған осындай арнайы поролонға арналған желіммен желімдейтін болам. Енді мына құлып салатын жерін және мына ручкаларын, аяқтарын жаңадан ауыстыруға болар еді, бірақ тапсырыс беруші кісі осы ручкалары жаңағыдай құлып салатын жері, аяқтары өзінікі болып тұра берсін деді. Тек бояп жіберу керек деді. Енді мен мына қаңылтырларды алып тастайық деп айттым, бірақ қаңылтырлар тұра берсін деп тұр. Енді сол тапсырыс беруші апайымыздың айтуы бойынша осы қаңылтырларды қалдырам. Бұны алып тастайық дегенім, мына жерде шеттері бәрі шығып тұр. Мінекей поролонды материалды жыртып кетпесін деген мақсатта алып тастайық деген. Бірақ енді бұл жерді қайтадан жақсылап бекіту керек болады, жаңағыдай материалды жыртпайтындай. Мінекей сандықтың бетіне клей жағып қойдым, осылай айландыра жағып шығам. Шеттерін бәріне жақтым, поролонымыз қозғалмай мықты тұру үшін. Мінекей сандықта қаптап шықтым поролонмен. Қоспаларын арт жағына жібердім. Енді тапсырыс беруші кісімен ақылдаса отырып, осы бұрыштарын домалақ қылдық. Яғни төрт бұрышта қалған жоқпыз, поролон қырларын шығарып. Енді қазір осыны материалмен қаптайтын болам. Мінекей сандықты қаптап болдым. Қазір сіздерге енді шын ашып көрсете алмай тұрмын, себебі ручкасын, құлып тұратын жерін, аяқтарын бәрін бояп қойдым. Қазір енді кебу керек. Енді байқасаңыздар, шовты екі жерден жасадым, мына ручка тұратын жағынан. Себебі осы тапсырыс беруші апайымыздың әкелген материалының ұзындығы кішкене сәл қысқалау болды. Егерде ұзын болғанда шовты арт жағынан жіберіп, бірақ жерден көрінбейтіндей қылып жасауға болар еді. Және де шовты мен сандықтың төрт қырына да жіберген жоқпын, себебі сандығымыздың қыры мінекей домалақ болып келгендіктен әдемі болсын деп бұл жерге шов жіберген жоқпын. Енді бұл сандықтың материалы да кішкене нашарлау болды, себебі бір жаққа созылады, бір жаққа созылмайды. Негізінде материал таңдағанда екі жаққа да созылмау керек. Сондықтан сіздер осындай сандық қаптайтын болсаңыздар, соны да ескере кетсеңіздер деп айтқым келеді. Енді сіздерге краска туралы айтқым келеді. Мен бұрын қателеспесем F1 деген краскамен қолданған болатынмын. Жаңағыдай машиналардың дискісін бояған кезде сұр цветпен керемет жақсы ұстайтын. 3-4 жылға дейін жаңағыдай суға тисе де, қар болса да ешқандай краска түсіп қалмайтын, қабыршықтанып, және де жусақ та өңін кетірмейтін. Енді ондай краска болмағандықтан осындай Кудо деген краска алдым, бірақ сапасы өте нашар екен. Жаңағыдай өте сұйық, ағашқа да, темірге де жұқпайды. Жаңағыдай сандықтың аяқтарын, ручкаларын бояған кезде қайта-қайта ағып, 3 рет дегенде, әзер дегенде боядым. Сондықтан краска алсаңыздар да сондай F1 деген краска алсаңыздар деп айтқым келеді. Баршаларыңызға рахмет. Келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болыңыздар.